Бірінші нұсқа жалпы биология. Ағзалардың алуан түрлілігі мен әртүрлі ағзалардың топтарының арасындағы байланысты зерттейтін ғылым. Жауап: систематика. Ағзаларды таксондарға бөлу қалай аталады? Жауап: таксономия. Бір текті белгілері мен қасиеттері бойынша ағзаларды жіктеу бірлігі. Жауап: таксон. Тірі ағзалардың жасушасыз формасы. Жауап: вирустар. Бинарлы номенклатураны ұсынған ғалым. Карл Линней. Ядросы бар ағзалар. Эукариоттар. Бинарлы номенклатура бойынша түрлер неше сөзден тұрады? Екі. Балдырларды зерттейтін ғылым саласы. Аллергология. Мүктерді зерттейтін ғылым саласы. Бриология. Балықтарды зерттейтін ғылым саласы. Ихтиология. Құстарды қандай ғылым саласы зерттейді? Жауап: орнитология. Жасушаларды зерттейтін ғылым саласы. Цитология. Ұлпаларды зерттейтін ғылым саласы. Гистология. Белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары мен өзгергіштігін зерттейді. Генетика. Жануарлардың асыл тұқымдарын, өсімдіктердің сорттарын, микроағза штамдарын алу әдістері туралы ғылым. Селекция.